Барлықтарыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз асқабақ тәріздес осындай әдемі самса жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз 250 мл жылытылған суға 1 ас қасық тұз қосамыз. Тұз ерігенше біраз араластырып аламыз. Содан соң ұнды бірнеше бөлшектеп етіп қосамыз. Жақсылап тұрып араластырамын бірінші қосқан ұнымызды. Ұнның екінші бөлігін қосам. Және тағы да жақсылап тұрып араластырамын. Сөйтіп біз қамырды илеп аламыз. Қамырымыз осындай болып шықты. Енді оны 20 минутқа қоя тұрамын. Үстін пленкамен жауып қалдырамын. 20 минут өткеннен кейін қамырымызды жаямыз. Қамырды жіңішке етіп жаямын. Шамасында 1 мм-дей болып жайылу қажет. Осылайша жайып алдық. Енді үстіне осындай сұйықтау сары майды жағып аламын. Түгелімен жағып алу қажет. Осылайша барлығын жағам. Майды жағып алғаннан кейін осылай орамаға орап тастаймын. Ішіне ауа кірмейтіндей етіп тырысу қажет. Орап алғаннан кейін осылайша істеп қоюыңызға болады. Қосымша бұрап аласыз, осылай етіп. Бұрап алдық, енді оны мен бөлшектерге бөлем. Менде осындай 15 бөлшектерге бөлінді. Содан соң оларды тақтайшаға немесе табаға салып, тоңазытқышқа 20 минутқа қалдырамын. Әзірге біз начинканы дайындайтын боламыз. Ол үшін асқабақты мен бөлшектерге бөліп, сыртқы қабығын алып тастаймын. Асқабақты үккіштен өткізіп аламын. Пиязды кішігірім етіп тураймын. Бір үлкен немесе 2 орташа пиязды алсаңыздар болады. Тауық етін осындай бөлшектерге бөліп аласыз. Енді біздің начинкамызға тұз, бұрыш және зира қосамыз. Барлығын араластырамын. Жиырма минут өтті. Қамырларымызды тоңазытқыштан алып шықтық. Енді оларды жаямын. Жайған кезде шет жағын көбірек жайыңыз, жіңішке етіп жайған дұрыс. Осылайша жайып аламын. Начинканы салған кезде жарты шай қасық сары майды салып қоямын. Және осылайша хинкали тәріздес жабыстырам қамырды.
Сөйтіп осындай дөңгелек самса болып шығу қажет. Енді барлығын сөйтіп жасап аламын. Противенге пергамент қағазын төсеймін. Осы кезде пешті 180 градусқа жылытып қойсаңыздар болады. Енді біздің асқабақ тәріздес самсаларымызды жасау үшін біз жіпті қолданамыз. Осылайша видеода көрсетілгендей асқабақ тәріздес форманы жасап аламын. Самсаларымыз піскен кезде жіп оңай алып тасталынады, одан қорықпаңыздар. Жіпті кесіп алам және барлық самсаларды сөйтіп жіппен орап тастаймын. Самсаның үстіне жұмыртқа жағамын. Кунжутты сеуіп аламын. Содан соң самсаны 180 градусқа 30-40 минутқа пешке қоямын. Біздің самсамыз дайын болды. Өте керемет, әдемі, дәмді болып шықты. Мінекей қараңыздар. Видеоға лайк басып, тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.